Ассалаумағалейкум, Казавто көрермендері. Ақтау көлік базарына келдік бүгін тағы да. Қолында 2 миллион болса қандай көлік алуға болады, соны білеміз бүгін. Ал бастайық. 2 миллион деп тұр. 2 миллион деп отырмын мен де. Қымбат қой дейді да. 21-ден болса вообще қымбаттайды дейді енді баға. Солай ма? Көтеріледі дейді. Көліктің қадірін білетін кез келе жатыр. Мен ойлап жүрмін, 2-де 2, мынау 1.8 екен, 94. Жоқ дегенде саудаласа миллион жарым қадай беріп жүретін сияқты өзімдікі. Мобиласта 1.6 дейді. Телефон дейді. Соғып білесіз дейді бағасын. Бағасын телефон соғып білесіз дейді. Бағасы примерно 1.800-2 миллион бар шығар деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыңдар? Мұн жақта 21-12-25 дейді. Баға 800 мың теңге. Бензин. Рус учет. Лада Гранта 2013, пробег 110 мың екен. Российский учет 1.550 мың теңге дейді. Міне, орыстың көліктері көп негізінде базарда. Гранта қанша айтып тұр? Бағасы? 2 миллион 100. 2 миллион 100. 2 миллион деп тұр. Иә. 14-те 2 миллион деп отырмын да мен де. Қымбат қой дейді да. Қымбат қой дейм, а? Арзан емес па? Kia Picanto 2014 1.2 дейді бензин, автомат 3 миллион 800 бағасы. 2013 дейді. Пробег 18 мың дейді. Бағасы договорный дейді. Бағасы 3,5 миллион. 3,5 миллион да? Автомат. Объемы қандай? 1.5 па? 1.5. Китайский? Запчасти все есть. Китайский. Қытайлық запчастың бәрі бар дейді. Енді қазір запчаст табылады ғой, табылмайтын запчаст көліктер жоқ шығар. Mercedes-Benz 320 дейді. 97 жылғы 4 миллион 100 бағасы. Кабан дей ма? Сен қалай алмасың? Ассалаумағалейкум. Шүкір Алла. Қалай өздеріңіз? Алла деп. Қой алмасың, бір бажан бір машина іздеп келіп бейнеуден. Нексия көреміз. Нексия? Иә. Қымбат Нексияларың совсем? Иә, көтеріліп жатыр. 1.8 дейді, жаңа сіз айтқандай ол бара-бара неге қоятындай емес. 21-ден болса вообще қымбаттайды дейді енді баға. Солай ма? Көтеріледі дейді. Көліктің қадірін білетін кез келе жатыр. Жақсы аға. Рахмет. Сау болайық. Көре бергеніз, жаңа балдар қайда кетіп қалды екен? 2015 дейді. Ассалаумағалейкум. Автомат па? 4,5 миллион дейді. 1.6 газ. Газ бензин да? Кепілдегі көліктер демекші достар, енді кепілдегі көліктер YouTube арнасына шықпайды, өткені рұқсат бермей жатыр. Инстаграмға тіркеліңіздер, сол жаққа шығарып тұрам. Жаңа шыққан көліктерді әр кепілдегі Инстаграмға шығады. Mazda 2008 X7 2.3 автомат, отличный жағдай. Миллион дейді ме? Қанша дейді ма? 3 миллион 800 дейді бағасы. 180 мың шақырым жүрген екен. Алейкум ассалам. Сіздік ма? Дұрыс, молодец. Лайк басып қойың. Біздің тіркелушілер. Жақсы. Hyundai'дың бағасын біліштеп отқандар бар еді. Акцент 2014 6 ступка коробка. Автомат 3 миллион 950 мың дейді. 200 мың шақырым жүрген екен. Газ бензин 2014. 3 миллион 950 мың теңге. Орыстың приорасы қанша сұрап тұр? Қанша сұрап тұрсың, брат? Миллион жан. Миллион бағасы? Жылы? 2009 миллион. Бензин қобылтаса да? Бензин, е? Российский ғой? Российский. Оларға газ қой қоймай ма? Қой жүргенде де бар ғой бірақ. Документ жайы ғой. Келсін бар ғой? Бар, е. Хорошо. Міне миллион сұрап тұр. Бағасы? Бағасы 2 миллион деп тұрмын. 2 миллион қай жылғы? Трехлитровый, 95 жылғы, привозной мотор. Үштік. Механика ма? Механика.
2 миллион келісесің. Вложение керек емес. Ешқандай. Жалпы бағасы бар. Саудасы бар. Мынау ше. Аламын десең. Бұл саудада тұр уже. Сатыла тұрмау же. Сауда болсын. Гусьтарды қанша сұрап тұр? 2 миллион 600 дейді. 2014 жылғы. Силикон соғылған ау деймін қаптағы. Жасалған екен. Саната 2012 дейді. Бензин 2.4. Бағасы 3 миллион 900 дейді. Сары нөмір. Күн салқында болып тұр. 3 миллион 400. 2003, 2.4. Американс па? Араб па? Қалай жағдай? Нормально. Қанша жүріп тұр? Былтыр ауыстырдым. Мотор ауыстың ба? Привязной? Общий барлық пробеги. Бұрынғы мотормен қосқанда 400 мың. Новый дым жүрмеген шығар енді. 21-15-тің қазақ учеті бар екен мұнда. 1 400 дейді. 2011 жылғы. Қазақ үшін қымбат емес па? Жалпы достар, алдағы уақытта көліктер қымбаттайды деген хабарлар келіп жатыр жан-жақтан. Естіліп жатыр деген сияқты, айтылып жатыр. Әзірше көліктерді сатпаған жақсы деген сияқты. Алсаң, алып қалған дұрыстау сияқты қазір. 2021-ден бастап көліктер тағы да бағасы өседі дейді. Көреміз бұйыртса. 21 бола берсін. Маған бір ұнайтын көліктердің бірі осында тұр міне. BMW 98 жылғы, объем 2.5, газ бензин, 3 миллион бағасы. Әдемі. Mitsubishi пробег 274 мың, бағасы 5 миллион келсеміз. Алейкум. Қай жылғы? 2008 да? 5 миллион бағасы. Түсеміз ғой. Келсін бар. Газ бензин қоя? Газ бензин, Жалпы қалай жағдай? Жағдай жақсы. Нормально жасап тұр ма? Вложение қандай? Ходовкадан вложение. Вложение. Алдын перебирать еттім, арты қалды деп сайын болып болған. Нормально дейсің. Бағасын келсін бар. Жақсы. Өткен комментария қалдырып кетті осы. Спектраның нөмірін айтшы деп. Мұн жақтан нөмірімен тұрып, насеке түсір жүрші. Түрдік осы көлікте өткен базар. Сол кезде мына нөмір айтын мағанда. 2008 объем 1.6. 1 миллион 550 мың теңге. Кәс спектра. Бат қанша айтып тұрсың? 4 миллион. Қай жылға? 2006 объем? 1.8 да? 1.8 4 миллион айтып тұрмын дейді. Matrix, Corolla мотор дейді 1.8. Қазақ үші Тиана да бар екен деп қойын. Тиананың бәрі орыста дейді ғой. 3 миллион 200, миллион 200 жетпейді деп қойшеш 2000 жылы 2.3 объем, газ бензин. 3 миллион 200 бағасы. Қанша болды баға? 5-7 газ бензин да? 2006. Келсін бар ғой, 4-6 ма? 3-5 ба? Ассаламу алейкум. Жағдай қалай? Нормально? Вложение керек емес? Жоқ. Ал өзі бір салып береді ғой. Октавия. Шкодан таба алмай қалдық қой жаңа. Қанша айтып тұрсың? 4 миллион 200 саудасы бар. Қай жылғы? 2011. Объем 1.8 автомат. Чуть басқаша ма? Супер Б? Супер Б. Ірілеу екен, Асеке? Супер Б'лар негізінде бар ғой, жүргіш келеді. Полный комплектация. Полный комплектация. Зонтек жоқ тек. Мұнарда турбо жоқ шығар да? Турбо бар. Турбо бар да? Айратты шеш жүр. Кожаный салон. Климат контроль. Кондур, бәрі жасайды. Бәрі жасап тұр. Мультируль. Мұнан сен маған Инстаграмға жібершеші суретін. Маған шүкірді сұратқандар бар еді. Супербінің қозғалтқыштары осындай болады негізінде. Тап-таза. Шумпылар дейсің ар жағында.
Әдемілеп істеген екен. Газ бар ма? Газ жоқ, бәсе көрінбейді деп қой. Газ не керек дейсің ғой? 1.8 жүре беруге болады, таксовать етпегені көрініп тұр. Газбен жүретіндер ғой таксовать ететіндер. Бензинмен жүріп таксовать етпейді. Жақсы, брат, сәттілік. Ассаламағалейкум. Менікінде мерседес қанша болып тұр? 2 миллион? 2-4 қай жылға? 94 объем. 1.8-де. Қалай жағдай? Газ бар ғой, да? Бензин тасады, 2 миллион 400 дейді. Асеке, мен ойлап жүрмін, 1 700 000 800-ге сатам ба деп. 95, 2-де 2, мына 1.8 екен, 94. 2 миллион 400 сұрап тұр. Мен ондай баға айта алмаймын мен. Жоқ дегенде саудаласса 1,5 миллионға да бере жүретін сияқтымын өзімдікін. Мотор коробкасының кузовта 1-2 жерінде бар, істететін, оны өзім істеп қоямын берсе. Сатылымға шығарам. Инстаграмға салам. Сол кезде кім бірінші алады, соныкі болады ғой. Хабарласып. Достар, 2 миллионға деген негізінде бар ғой, жақта. Мәшін таба алмадық, шыны керек. Нексияның өзі бір 2 миллионға дегенге ұят енді жаңа. Көріп тұрсыңдар ғой, Грантаның өзі 2 миллион 200 сұрап тұр. Сол себепті 2 миллионға енді дұрыс мәшін таба алмадық. Айыққа үйірмеңіздер. Күнде салқында болып тұр. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұйырса алға уақытта тағы да жақсы контенттер шығады. Басқа қалаға да барамыз, алла қаласа. Қысқа қарамаймыз. Сол үшін арнаға тіркеліп қояйық, достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды.